Қазақстанда ерекше балалардың одағы бар. Бұл жерде 117 мыңнан аса ата-ана кіреді оған. Сол ата-аналар қазір өтініш жазып, бұл блогерді қылмыстық кодекспен жазалауды талап етіп жатыр. Маған внимание керек болды, ахват керек болды деген секілді. Мен таң қалдым. Инклюзивті мәдениет деген түсінік бізде қалыптаспаған. Сол заңның нормаларына ерекше балалар тәрбиелеп отырған ата-аналарға қаржылық қолдауды көбейту керек. Жұмыс уақытын қысқарту бойынша ұсынысты қарастырып жатырмыз. Шетелде мысалы небір анау үлкен жетістіктерге жеткен ғалымдар, тұлғалар қазір ғана айтылып жатыр ғой, ол аутизм екен. Ақша бөлінді, орталық салынды, орталыққа келіп істейтін маман жоқ. Қаншама кейстер болды, жаңағыдай мамандар балаға зиян келтірген. Аутизмі бар бала небары 5-ақ. Мектепті бітіргеннен кейін қайда барады? Мәселе сонда. Менің өзім балам 13 жаста. Енді бір 4-5 жылдан кейін осы сұрақ маған да келеді. Бүгін бізде қонақта Екатерина Сергеевна ханым, мәжіліс депутаты. Қош келдіңіз. Бізге уақытыңызды бөліп сұхбат беріп жатқаныңызға рахмет. Жалпы бүгін сізді шақырған себебім осы уақытқа дейін сіз көп ерекше балалардың құқығын, жалпы олардың қоғамның оларды қабылдауы жайлы, жалпы заңға бізге қандай өзгерістер керектігі жайлы өзіңіз көтеріп жүрсіз. Мына сұрақтан бастағым келеді. Жақында ғана ерекше балаларға тіл тигізген, енді блогер деп айтып жатыр оны ақпарат көздерінде. Көп сарапшылардың айтқаны 78 мың айыппұл өте аз деді. Осы ойдан бастайықшы жалпы. Бізде қандай жаза қолдану керек еді ол кісіге? Қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Шын мәнінде осындай бір ерекше, маңызы зор біздің заманымыздың ең өзекті тақырыптарының бірін қозғап отырмыз десем артық етпес. Себебі жалпы ерекше балалар, ата-ана, инклюзия тақырыбы ол осы қазіргі таңдағы ең өзекті тақырып деп саналады жалпы әлемде. Енді тура сұраққа келетін болсақ, мынау өзі соңғы уақытта әсіресе әлеуметтік желілерде, қоғамдық орындарда мынау ерекшелігі бар, немесе мүгедектігі бар жандарды, балаларды, мүмкіндігі шектеулі балаларды кемсіту, буллинг, ата-аналарына ауыр сөз айту, абыройына тіл тигізу сияқты құбылыстар, әрекеттер көбейіп кетті. Соның бір үлгісі, нүктесі десек болады, мынау өте сондай үлкен резонанс тудырған, мынау соңғы кездегі мынау 2-3 күн бұрын болған блогердің айтқан сөзі, тіл тигізіп, ол блогер енді әрине жаңағыдай жауапкершілікке тартылды, бірақ та ата-аналар қауымдастығы бұл блогер тартылған жауапкершілікке не емес, қанағаттанбаушылық білдіріп жатыр. Яғни ол блогерге 78 мың теңге көлемінде айыппұл, яғни құқық бұзушылық деп танылды да, әкімшілдік кодекспен жаңағыдай оның несі әкімшілдік кодекспен жазасын алды ол блогер. Бірақ та ата-аналардың қазір талап етіп жатыр деп айтам, өйткені менің білуімше мына ата-аналар қауымдастығы Қазақстанда ерекше балалардың одағы бар. Бұл жерде 117 мыңнан аса ата-ана кіреді оған. Сол ата-аналар қазір өтініш жазып, бұл блогерді қылмыстық кодекспен жазалауды талап етіп жатыр. Енді үлкен резонанс болды. Менің жеке ойым, шынымен де бұл қылмыс деп есептеймін. Өйткені бұл жерде әлеуметтік желіде дөрекі сөз айту емес, жаңағы айыппұл салынды ғой, дөрекі сөз айтылды әлеуметтік желіде деп. Онда емес. Тұтас қоғамдағы әлжуаз,
әлсіз ерекшелігі бар балалар және олардың ата-аналары болып табылатын қоғамымыздағы бір үлкен топ азаматқа олардың әлеуметтік бір белгісіне қарай кемсіту орын алды. Бұл қылмыстық кодексте тиісті баптар бар. Тура осы мен айтылған сөзіме сәйкес тиісті баптар бар. Тіпті 174-ші бапта, басқа да баптар бар қылмыстық кодексте. Ата-аналардың қазір айтып жатқан пікірлері міне тура осы баптар бойынша ол кісі жазаға тартылу, жауапкершілікке тартылу керек еді деп пікір білдіріп жатыр, және оған әлі де таласамыз деп отыр. Әлі де оны дәлелдейміз деп сондай пікір білдіреді ата-аналар. Енді шын мәнінде қазір біздің елімізде 737 мың жалпы мүгедектігі бар азаматтар бар. Үлкен, кіші, бала барлығын санағанда. Ол ресми дерек. Соның ішінде 110 мыңнан аса бала, 17 жасқа дейінгі балалар. Ол есепте тұрғаны, диагностикадан өткені, ал енді есепке алынбағаны қаншама. Жалпы басқа деректерге сай, мынау ПМПК деген бар ғой, балалардың оқу қажеттіліктерін анықтайтын орталықтар бар. Педагогикалық, медициналық коррекция орталықтары. ПМПК-ның көрсеткіштері бойынша былтыр 2024 жылы 235 мың бала тіркеуде тұрған. Яғни жаңағы педагогикалық білім беру қажеттіліктерін анықтауды қажет етіп тұрған бала саны 235 мың. Бұл кәдімгідей 235 мың отбасы деген сөз ғой. Сонда ерекшеліктермен, әртүрлі диагнозбен, әртүрлі қиындықпен өмір сүреді деген сөз. Бұның барлығы әлжуаз топтарға жататын отбасылар. Оларды біз қайта керісінше қорғаудың орнына мынандай кемсітуге, тіл тигізуге жолды мүлдем бермеуіміз керек деп есептеймін. Неге мен подкастта осы ерекше балалар жаңағы ситуациядан бастадым? Мен өзім таң қалғаным, ол кісі қателеспесем 2 күн бұрын подкаст жаңағы сұхбатта былай айтады. Енді орысша болып жатыр ғой ол жерде. Маған внимание керек болды, охват керек болды деген секілді. Мен таң қалдым. Жалпы халықтан кешірім сұрап отырған жоқ, біріншіден. Екіншіден, өзі видео жазған екен. Маған 78 мың теңге айыппұл салынды. Осы ақшаны жинап, маған көмектессеңіздер болады деген сарындағы. Осыған қатысты не айтасыз? Неге ол мұндай жалпы өзіңіз айтқандай бұл адамгершілікке жат қой? Бұл жерде енді бірнеше фактор бар шығар деп есептеймін. Енді мен ол кісіні танымаймын. Ол кісінің өзінің жеке басында бір өзінің ойлары бар шығар, өзінің бір себептері бар шығар, иә. Енді екіншіден өзінің жеке басындағы бір себептері бар, жаңағыдай мен әйгілі болуды көздедім, тағы басқа. Екінші, бұл біздің қоғамымызда инклюзия туралы ақпараттың аздығы. Иә. Ерекше бала деген кім, оның ата-анасы кім, олар қандай жағдайда өмір сүреді, оларға қандай көмек көрсету керек, қандай қолдау болу керек, жалпы ол не? Инклюзия деген не? Инклюзивті мәдениет деген түсінік бізде қалыптаспаған. Қазір мына мәжіліске жаңа заң жобасы кіріп отыр. Сол заң жобасында ғана инклюзивті мәдениет деген ұғым енді кіріп жатыр, енгізіліп жатыр. Яғни инклюзия туралы ақпарат аз. Мысалы мен өзім аутизм туралы бірде-бір ролик көрген емеспін. Осы әлеуметтік желіде, жарнамада, метрода, қоғамдық орындарда осы аутизмі бар балалар, олар мынандай, жаңағыдай өзінің мінез құлқы мынандай болады деген сияқты енді бір ақпараттарды таратуға да болар еді ғой. Осы уақытқа дейін бүткіл әлемдік дертке айналып отырған, әлемдік мәселеге айналып отырған аутизмді біз әлі былай бүйтіп кең көлемде айтпаймыз, халыққа жеткізбейміз. Яғни ақпараттандыру жұмыстарының аздығынан. Себебі жаңағы блогер, басқа да азаматтарымыз біле бермейді. Өзінің басына келмеген нәрсе, өзінің үйінде мысалы егер баласы сондай аурумен ауырмаса, сондай жағдайға тап болмаса, ол оның ар жағында қандай қиыншылықтардың, қандай үлкен қайғының жатқанын білмейтін адам, оған ол жаңағыдай жарнама жасаудың бір тақырыбы ретінде болып айналып келе береді. Ол инклюзия туралы білместіктің себебі деп ойлаймын.
және де үшінші нәрсе, бізде әлеуметтік желіде көбейіп кетті, өйткені шектеу қойылмайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Иә, бұл жерде біз осы әлеуметтік желіде әртүрлі ақпарат таратудың тетіктеріне мұқият қарауымыз керек сияқты. Өйткені қазір екінің бірі коуч, екінің бірі эксперт, бәрі ғалым, бәрі бір пікір айтып, өзінің ойындағысын бір сарапшының пікірі ретінде айтып жеткізе беретін сондай бір құбылыстар орын алып жатыр. Бәрі сарапшы, бәрі шетінен білгір. Осы бойынша біздің республика партиямыздың көтеріп жатқан, баяғыдан бері біз көтеріп келе жатқан тақырыбымыз бар. Бұл мынау қазір коуч, психологтар көбейіп кетті ғой. Тіпті мамандандырылмаған, оқуын оқымаған, қолында дипломы жоқ, жаңағыда 2 апталық, 1 айлық курстан өтіп алады да, бұлардың барлығы коуч болып адамдарды әлеуметтік желіде осындай өздерінің ойына келгенді айтып, үйретіп кететін болды. Мына сондайдың барлығын тексеру, лицензиялау, аккредитациядан өткізу қажеттігін біз осы біраз уақыттан бері біздің фракция айтып келе жатыр. Міне сол уақыт келген сияқты. Иә, дұрыс айтып отырсыз. Жалпы осы 2025 жылдың Оксфорд сөздігін жариялаған ең жалпы көп қолданылатын. Сонда ағылшынша жалпы қателеспесем рейдж бейт деп аталады. Иә, оның қазақшасы адамның ашу эмоциясын тудыратын контенттер. Енді мен мысалы кешек ситуацияны солай көрдім. Ол мысалы бір көп қаралым жинайтын контент жасағысы келген шығар, бәлкім, бірақ ар жағында ерекше балалардың мысалы ата-аналары тұр деген секілді. Және негізі ең бірінші ата-аналарға да оңай емес, себебі ерекше бала тәрбиелеп отыр, ол қанша адам жалпы төзімі, сен таңнан кешке дейін ол баланы арнайы курстар бар, сен оған апаруың керексің, одан бөлек қоғамның қабылдауы. Қазір осыған тоқталсақ, жалпы бізде жоқ айтпай-ақ қояйық, бұл теманы деп бір өткізіп жіберетін секілді көрінеді. Осыған қатысты не айтасыз? Жалпы қоғамның қабылдауы қазір қандай деңгейде осы ерекше балалар, және қоғам қалай қабылдайды бізде ерекше балалар жалпы? Енді қоғамның қабылдауын біз көрген сияқтымыз. Міне 3 күннен бері енді әлеуметтік желіде осы тақырып қатты айтылып жатыр, сыналып жатыр. Бұл сезімтал категория ғой. Бұл ата-аналар, бұл тақырып өте сезімтал. Және де осы блогердің айтқаннан кейін біраз адамдар қайшып пікір білдіріп, наразылығын білдіріп, сондай пікірлерді көп жазып жатыр. Бұл тақырыптың сезімталдығын ерекше көрсетті осы жолы. Бірақ та әлі де жаңағы мен айтып өткендей, әлі де ақпараттандыру жұмыстары әлсіз. Біз инклюзивті мәдениетпен жұмыс істеуіміз керек, тереңірек. Осындай балалар туралы ақпаратты кеңінен таратуымыз керек. Тағы да бір мынандай мысалдар болды. Мысалы, неге әлсіз деп жатырмын? Мысалы, қоғамдық орындарда, қоғамдық көліктерде, автобустарда, мысалы, ұшақпен бір жаққа бара жатқанда, бұнда ерекше жандарға қызмет көрсету саласы да бізде осы ерекше адамдармен қалай сөйлесу керектігін әлі де білмей жатыр, ақсап тұр. Былтыр мынандай кейс болды. Автобуста болған. Неде? Бортта. Эйр Астананың несінде, бір рейсінде осында ерекше бойжеткен кірді, ерекше бала кірді де, ол жерде бір мәселе болып қалды. Оған жөнді жауап бере алмады ма екен, жөнді бір қызмет көрсете алмады ма екен, сол жерде бір жағдай туындады. Сол жағдайдан кейін Эйр Астана Асыл Мирас деген аутизмі бар балалармен жұмыс істейтін орталықтар желісі бар ғой. Асыл Мирас орталықтар желісінің мамандарын шақырып, өзінің бүткіл қызметкерлерін оқытудан оқытты Эйр Астана. Енді қазір Эйр Астананың барлық қызметкерлері
бортқа ерекшелігі бар бала, үлкен кісі мүгедектігі бар кірсе, олармен қалай сөйлесу керек, қалай қызмет көрсету керек, соның барлығын енді оқып үйреніп алды. Мінекей барлығы осылай жасау керек. Жаңағыдай автобустар холдингі, басқа да авиакомпаниялар, яғни қоғамдық жерлер, қоғамдық тамақтану нүктелері, яғни адамдар көптеп баратын жерлердің басшылары осы инклюзивті мәдениетті енгізу керек. Өздерінің компанияларын, қызметкерлерін оқыту керек. Осы үлгіден де осындай қадамдардан да бастауға болады деп ойлаймын. Және жалпы ақпарат тарату. Бізде тағы да бір айтам, аутизм туралы мен бірде бір ролик көрген жоқпын. Бір жарнамалар, бір позитивті бейнелер, оны тұлғалар арқылы да көрсетуге болады ғой. Мысалы әлемде, енді басқа әлеуметтік желілерде, шетелде мысалы небір анау үлкен жетістіктерге жеткен ғалымдар, тұлғалар қазір ғана айтылып жатыр ғой, ол аутизм екен, аспергер екен деген сияқты, оның мынандай диагнозы бар екен, мынандай ерекшелігі бар екен, бірақ соған қарамастан ол сол ерекшелігінің арқасында осындай жетістікке қол жеткізді. Сол ерекшелігі оның ерекше таланты болып табылады. Оның кемшілігі емес, ол оның таланты, дарыны деп сондай бір ақпараттарды көрген кезде қуанасың. Бізде жоқ ондай. Яғни осындай контенттерді жасауымыз керек та. Бізде жалпы ерекше, жаңағыда өзіңіз айтып жатқандай ғылым жолына баратын, басқа да ерекше дүние жасап шығара алатын бізде ерекше балалардың арасында да бар. Бірақ оны жалпы өзіңіз айтқандай ақпараттандыру, оны көрсету өкінішке орай жоқ. Енді жалпы ерекше балалар, мен енді өзім ата-ана ретінде менің де ерекше балам бар. Ол балалар шын мәнінде ерекше. Оларда мынау басқаларға ұқсамайтын бір қасиеттер болады. Олар өте ұқыпты болады. Мысалы күнде белгілі бір уақытта тұрады. Керемет. Сол белгілі бір уақытта жатып қалу керек. Дисциплинаны қатаң сақтайды. Айтылған нәрсені бұлжытпай орындайды. Мысалы саған қанша енді конфет керек десең деп сұрағанда 2 дейді, яғни ол 2-ін жейді, артық сұрамайды. Мысалы 5 десе, оған 5 керек, ол 5-ін жейді, артық сұрамайды, одан кем, одан көбірек емес, нақ сол айтқан мөлшерде ғана керек оған. Нақтылық, тәртіптілік, бұлжытпай орындау, төзімділік, сондай бір мынандай адамдарда кез келген адамның бойында табыла бермейтін ерекше қасиеттер осындай балалардың бойынан табылады. Еңбекке деген ерекше қасиеттер, ерекше дарын, бұлар музыкаға өте бейім, спортқа өте бейім. Мынандай отырып, мұқият, ұзақ уақыт бойы отырып жасайтын жұмысқа өте бейім. Соған өте қабілетті болып келеді көп балалар. Мінекей осы қасиеттерін дамытуға, ашуға және осы қасиеттерін дамытуға егер де біз бетімізді бұрсақ, біздің қоғамымыз күрт өзгеріп кетер еді. Яғни дамуға көбінесе бет бұру керек. Кемсітуге емес, қорлауға емес, қорғауға және қолдауға және дамуға мүмкіндік жасауымыз керек. Қазір біз осы кезеңде тұрмыз деп ойлаймын. Мысалы енді ерекше балалардың өзің басқа ата-аналармен сөйлескен кезде, олар мектепте болсын, жалпы кемсітуге ұшырап жата ма? Қатарластар тарапынан деген секілді. Негізі естіп жатам. Шын мәнінде ара-тұра бұндай нәрселерді естіп жатамыз, өкінішке орай. Әртүрлі өзінің дене бітіміндегі бір белгісіне қарай, немесе сөйлеуіндегі бір белгісіне, жүріс-тұрысындағы бір белгісіне қарай, кейбірде кемсітушілікке, мектепте анау құрбыларының қабылдамауына, сөйлеспеуіне, дос болмауына ұшырайтын балалардың бар екенін мен естіп жатам. Ол өкінішті. Мектептің ішінде де жұмыс жасауымыз керек. Балалармен түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Енді мысалы мен балам баратын мектепте жағдай жақсы осы бағытта. Жалпы мектепке барғанда, біз жаңа мектепке бардық қой, бұл жерде балалар жақсы қабылдады. Соны сипаттап беріңізші, олар мысалы қалай?
балалар жақсы қабылдады, балалар дос болуға өздері бірінші құлшыныс білдірді, сыныптастары өздері танысуға, атың кім, жүр бірге барайық, асханаға бірге барайық, бірге ойнайық, сәлем, сау бол, ертеңге дейін деген сияқты сондай сөздерді, фразаларды естіп жатам. Сондай маған өте жағымды сондай нәрселерді есту. Ал бірақ басқа ата-аналар тарапынан кейде естіп жатасың, мен балам өзінің сыныбына сыймайды, ешкім сөйлеспейді деп. Енді ортаға байланысты деп ойлаймын. Әр кезде әр қалай. Бірақ та орын алып жатады екен ондайда кемсітушіліктер. Енді бұл жерде жалпы инклюзия туралы айтқан кезде мен өзі осы парламентке келгелі бері о бастан осы инклюзия тақырыбынан бастадым. Сонда енді білім беру саласының маманы ретінде мен бірден білім беру жүйесі тұрғысынан қараймын да бұл құбылысқа. Бұл салада ол неге бізде ақсаңдайды, неге бізде мысалы заңда да барлық жазылған, заңда бәрі бекітілген нормалар бар, заң жазып жатырмыз, мемлекет жағдай жасап жатыр, пособиялар қосып жатыр, әртүрлі концепцияларды қабылдап жатырмыз, жағдай жасалмай жатыр емес, жасалып жатыр. Әрине әлі де жасайтын нәрселер көп, жұмыс көп алдағы уақытта. Бірақ та оның басында адам тұру керек та, бізде кадрлар аз. Мысалы, көп жағдайда біз инклюзия туралы айтқан кезде бізге реабилитациялық, коррекциялық орталықтарды көптеп ашу керек дейміз. Содан бастаймыз ғой. Безбарьерная среда жаңағыдай, инфраструктурадан бастаймыз көбінесе. Енді ол көзге көрінетін, бірден көрінетін нәрсе ғой. Бірақ та бір облыстарда мынандай жағдай болған, ақша бөлінді, орталық салынды, орталыққа келіп істейтін маман жоқ. Кәсіби маман жоқ. Орталыққа үлкен комиссия құрамында бардық, қарауға, орталықты ашты, көрсетіп жатыр, қызыл лентасын қиды. Мына кабинеті бос, мына кабинет істеп жатыр, мына кабинет бос. Неге? Мына бір мамандар іздеп жатырмыз, мына келу керек. Бір айдан кейін маман келу керек, 2 айдан кейін дефектолог келу керек. Мына жердің кабинеті бар, жабдықталды, оборудованиясы барлығы алынды, маман жоқ істейтін. Мына кадрлар тапшылығы бұл үлкен мәселе. Қазір мысалы мектепті айтып жатырмыз, мектепте кемсіту бола ма, буллинг бола ма деп. Бұл жерде де мұғалімге келіп тіреліп қалады, тьюторға келіп тіреліп қалады, Ал сол мұғалімдерді біз үйретіп жатырмыз ба? Сол тьюторларды біз оқытып үйретіп жатырмыз ба? Ерекше баламен былай жұмыс істеу керек деп. Мұғалім үйретпейді, мұғалім бүйтпейді деп айта беруген жеңіл. Біз мұғалімді үйреттік пе? Ол жаңағыдай біліктілігін арттырды ма, инклюзивті курстардан өтті ме? Тьютор, мұғалім, директор, мектеп ұжымы. Міне үлкен сұрақтар осы жерде. Жарайды, өткеннің өзінде де бұл курстар қандай, сапасы қандай, мазмұны қандай, бұл курстарды кім әзірледі? Әрине 2 апталық, 72 сағаттық курстарға барып оқып та келеді ұстаздар. Бірақ оны кім әзірледі, қалай әзірленді, оларды кім оқытты? Сұрақ көп, жалпы маман керек. Осы бағытта біз енді біршама жұмыс істеуге тырыстық, істедік те. Мен бірден бізде Қазақ ұлттық педагогика университеті бар ғой, Абай атындағы. Сол университетке жүгіндім, өйткені педагогика саласында сіздер флагман. Бізде педагогика саласындағы барлық методика сол университетте жасақталады. Инклюзия бойынша үлкен арнайы педагогика факультеті сіздерде. Осы бағытта не жасап жатсыздар? Бірлесіп жұмыс істейік. Қандай ғылыми дәлелденген методикалар бар, заманауи. Қазір дефектолог мамандар не оқып жатыр? Практикамен байланысы бар ма? Олар мына балалардың коррекциялық, реабилитациялық орталықтарына барып, балалармен тікелей жұмыс жасай ма қазіргі мынау арнайы педагогикада оқып жүрген жас мамандар? Сондай сұрақтармен барған кезде, енді әрине балалар, енді студенттер оқытылып жатыр, бізде профессорлар да бар, ғылым докторлары да бар осы салада, бірақ та практикамен байланыс аз. Шын мәнінде, мысалы, дефектология мамандығын бітіріп шыққан жас мамандар, жас түлектер орталықтарға барған кезде, жұмыс істеуге барған кезде, ерекше баламен жұмыс істей бастағанда қорқып шошып кететіні де бар, енді шыны керек.
мамандардың өзі жас мамандар практикаға барады ғой, мысалы 4-ші курста. Өйткені ерекше балалармен енді ерекшелігіне қарай әрине кейде жұмыс істеу қиынға соқтырады. Оған толыққанды дайын емес болып та барады. Өйткені жаңа мен айтқандай практикамен оқу барысында байланыс аз болады. Содан кейін мен біраз ұсыныстар жасадым. Қазір енді мынау бүткіл әлем аутизмді мысалы ABA жаңағыдай аботерапия деп айтады орысша. Аботерапия, ABA бұл енді ағылшын тілінен аудармасы бар, поведенческий анализ деген сала ғой бұл. Сол аботерапиямен қазір коррекция жасап, емдеп, балалар кәдімгідей жақсарып жатыр. Бұл ғылыми дәлелденген әдіс тәсіл біздің елімізде біраз жылдан бері қолданылып келе жатыр. Мысалы, Асыл Мирас орталықтарында, басқа да нәтижесін беріп жатыр. Осы аботерапиямен жақсы жетістіктерге балалар келе жатыр. Менің өзімнің балам 2-3 мәрте осы аботерапиядан өткен, кәдімгідей жақсы дағдылар алдық, бала сөйлей бастады, жалпы жақсарды жағдайы. Мінекей осы аботерапияның элементтерін жаңағы жас мамандарға беріле ме сабақ оқу барысында 4 жыл оқиды ғой. Сол кезде осы абаның элементтері бар ма? Осы мамандарды неге біз өзіміз дайындамаймыз? Неге олар шетелге барып курстан оқып сертификат алып келіп мына жақта ақылы орталықтар ашып жұмыс істейді? Неге осы мамандарды өзімізде дайындамаймыз? Соған ұмтылуымыз керек қой енді. Қашанға отандық өзіміздің мамандарды, кадрларды даярлауымыз керек. Сол уақыт келді, балалар саны көбейіп жатыр деген кезде о кісілер ойымыз бір жерден шықты деп біз бірлесіп біраз нәрсе жасадық. Енді осы биылдан бастап сол Абай университетінде аботерапияның элементтері кіріктірілген жаңа мамандандыру, яғни мамандықтың ішіндегі бір бағыт ашылды. Яғни осы 4 жыл биыл оқуға түскен 4 жылдан кейінгі арнайы педагогика мамандары, дефектолог, басқа да мамандар осы жаңа заманауи әдіс тәсілдерді меңгеріп, соның ішінде абасы да бар, аботерапияның әдіс тәсілдерін меңгеріп шығатын заманауи, заман талабына сай мамандар болып шығады. Жаңа сіз мысалы дефектолог айтып жатсыз ғой мамандарды. Қателеспесем, аутист мамандар дегенде бар термин. Аутист маман? Иә. Ол жоқ па? Жоқ, онда естіген жоқпын. Бірақ жаңағы мамандарды естігенде мен бір зерттеген материалды оқығанда бізде елімізде бір 5 маман ғана аутист жалпы балаларға мұғалімдер 5 ғана деген. Осы рас па? Ол енді университеттерде оқып жатқан. Оқып жатқан. Иә, оқып жатқан. Студенттер саны, студенттер саны. Ол былай. Біз осы тақырыпты енді көтеріп зерттей бастаған кезде әрине статистикамен, көптеген деректермен жұмыс істедік. Арнайы ақпараттарды да алдық министрліктерден. Сонда енді мына 2024 жылы жалпы университеттерде 2686 мүгедектігі, ерекшелігі бар студент оқып жатыр деген ақпарат берілді бізге. Яғни қазір университеттерімізде 2686 бала студент оқып жатыр. Бұның ішінде аутисті де бар, басқа да диагноздарымен бар. Соның ішінде менталды бұзылыстары бар және аутизмі бар бала небәрі 5-ақ. Қалғаны қайда? Яғни бізде аутизмі бар балалар, менталды бұзылыстары бар балалар, жасөспірімдер жоғары білім алуға мүмкіндігі жоқ. Енді мүмкіндіктің ішіне барлығы кіреді ғой. Университеттерде жағдай, білім беру бағдарламалары, оқытылған ұстаздар, тиісті орта, инфрақұрылым, тағысын тағы. Бірақ та 5-ақ бала оқып жатқан сол 2024 жылы. Сұмдық екен. Осы енді 18 жасқа дейінгі, 18 жастан кейінгі балалардың жағдайы қалай болады? Бұл мәселе енді осыған дейін бір-екі рет көтерілген болатын. Жаңа заң жобасында осы қарала ма? Олардың 18-ден кейінгі жағдайы жалпы? Бұл өте осы инклюзияға қатысты тақырыптың ішінде ең өзектісі осы.
ең жаңағы жүрегімізді ауыртатын осы сұрақ, себебі жалпы 17-18 жасқа дейін жағдай жасақталған. Енді мектепті айтып жатырмыз, мектептердің жалпы 90% өте инклюзивті қазір. Тьютор бөлінеді балаға, арнайы жеке оқу бағдарламасы жасалады мектепке барған кезде. Мектепте тиісті мамандар бар енді. Жаңағыда инфрақұрылым да жасақталған мектептерде, арнайы жаңағы пандустар, лифтлер, басқа да нәрселер, оның барлығы мектепте бар. Ал енді мектепті бітіргеннен кейін қайда барады? Мәселе сонда. Бізде жалпы мынау енді менің өзім балам 13 жаста. Енді бір 4-5 жылдан кейін осы сұрақ маған да келеді. Қазірден бастап менің балам сұрайды. Мен университетте істедім ғой. Мен сен сияқты университетке бара алам ба? Қашан барам? Студенттермен оқиын ба? Студенттермен танысам ба? Сол ортаға түсем ба деген әртүрлі сұрақтарды қояды. Бір жыл болды. Енді өсіп келе жатыр ғой. Ол сұрақтарға жауап беруге мен біреуіне жауап берсем, екеу-үшеуіне жауап бере алмай отырмын. Өйткені мен білем, жалпы білім беру саласының маманы ретінде біздің білім беру жүйесі әлі де дайын емес. Колледжге де, университетті айтпағанда, колледжге де, университетке де түсе алады деп айта алмаймын. Өйткені оған көп нәрсе әлі дайындауымыз керек. Арнайы білім беру бағдарламалары. Ол бала барады колледжге, мысалы, университетті айтпаймын, колледжге барады. Ол жерде маман бар ма? Оны оқытатын. Әр бала ерекше. Біреу бір диагнозбен барады, біреу басқа диагнозбен барады. Әр қайсының несі, мінез құлқы, қабілеті, қасиеті әр түрлі. Сол балалармен жұмыс істейтін мұғалімдер бар ма сол жерде? Мұғалімдеріміз дайын ба? Жаңа мектепті айтып, енді колледжді айтып жатырмын. Оларға маман даярлау керек. Одан кейін білім беру бағдарламаларын. Әрине, кәдімгі нормотипичный дейді ғой, кәдімгідей студенттер оқитын бағдарламалармен ана балаларды оқытуға болмайды. Әрине, бұлардың оқу бағдарламаларын оңтайландыру керек, қысқарту керек. Ол жасалды ма? Жасалған жоқ. Университетке барса 4 жыл оқу тиіс па? Мен ойлаймын 4 жыл қажет емес. Мынау кәдімгі студенттер оқитын андай қиын пәндерді қалай оқиды, қалай меңгереді. Оларға әрине жеңілдетілген, қысқартылған программалар керек болатын шығар деп ойлаймын. Ол әлі бізде әзірленіп жатқан жоқ. Осы бағытта енді ойланып, енді қадам жасап жатырмыз. Астана қаласында көктемде бір колледжді көрдім. Бұл жерде балалар жыл сайын әкімдік, Астана қаласының әкімдігі 20 грант бөледі екен. 10 грант тігінші мамандығына, 10 грант тамақтану мамандығына бөледі екен. Сонда өз көзімен көрдім, балалар 10 бала әртүрлі диагнозы бар, әртүрлі ерекшелігі бар. 10 бала кәдімгідей наубайханада тоқаш пісіріп, сөйтіп жаңа тамақтану саласында өзінің тиісті нелерін, білімін алып жатыр. Тігін мамандығын жақсы игереді. Мінекей осындай қарапайым мамандықтарға егерде біз жүйе жасасақ, бағдарламалар жасасақ, ондай мамандықтарға біздің балаларымыз бара алады екен. Енді мынау 22-20 жасқа келген балалары бар, ата-аналарда бар. Мысалы, аутист баласы 22-21 жаста осындай колледжге барып бітірген, бариста болып істеп жатыр кафеде. Мысалы, нан пісіреді, пекарняда жұмыс істейді, тоқаш пісіреді, енді кофейняда жұмыс істейді, тігін цехында жұмыс жасайды, жиһаз өндіретін цехте жұмыс жасайды. Мына осындай мамандықтарға балаларды бейімдеуге болады. Бұл мамандықтарды колледжде жасасақ болады негізі. Қазір енді осы бағытта мынау жаңа сіз айтып жатқан жаңа заң осыны көздейді негізі. 18-ден 17-ден асқан балаларды ары қарай еңбек дағдыларын қалыптастыру бағдарламаларын жасауымыз керек. Және енді мәжіліске мына заңға кірген заңға үлкен үміт артып отырмыз. Бұл жерде ерте диагностика.
Бізде қазір диагностика 3,5-4 жаста жасалады ғой, ол кеш. Негізі диагностика 1 жасқа дейін жасалу керек. 1 жасқа дейін. Иә. Ерте диагностика, жаңа заң жобасында ерте диагностика, одан кейін баланың жеке қабілет қасиетін анықтайтын орталықтар, тек қана білім беру, білімдік қажеттіліктерін емес, басқа медициналық, әлеуметтік білім беру қажеттіліктерін анықтайтын үлкен орталықтар құрылады. Одан кейін оның барлығы ортақ базада болады. Бізде енді қазір врачтардың, дәрігерлердің ақпараты, бала туралы ақпараты бір жүйеде, мектептің жүргізетін ақпараты бір жүйеде, әлеуметтік саладағы ақпарат бір жүйеде шашылып жатады. Сондықтан ата-ана біресе ана кабинетке жүгіреді, біресе мына орталыққа жүгіреді. Осы бір бала туралы, бір ерекше бала туралы ақпарат бір жүйеде болу керек. Қазір енді цифровизация деп жатырмыз ғой. Бір цифрлық жүйеге келтіреміз осы ақпараттың барлығын. Мен әлеуметтік желіде осы ерекше бала тәрбиелеп отырған ананың жалпы жазбаларын оқыған кезде кішкентай кезінде, нәресте кезінен жаңа көп жылайтын болған деп жазады. Ана дәрігерге барады, көп жерге бардым дейді. Жалпы айта алмаған, дұрыс диагноз қоя алмаған, сіз айтқандай. Енді сонда бізді ерте жастан жалпы анықтайтын, жалпы мамандардың өзі тапшы болып тұр ғой, оны анықтап нақты айтатын диагнозын ерекше балалардың. Жаңа маман деп айта бердім ғой, мәселе барлығы сол мамандарда ғой. Кадры решают все деп бекер айтылмаған, енді ол әйгілі сөз ғой. Шын мәнінде әр нәрсенің, әр істің, әр жүйенің басында кәсіби маман тұрады. Одан кейін қалғаны жасалады. Шын мәнінде ерте диагностикалайтын, ерте шағында дұрыс анықтап диагнозын қоятын мамандар қажет. Ондай мамандар аз. Енді біз орталықта отырмыз қазір, Астанада, елордасында. Астанада бар, Алматы қаласында бар, мегаполисте. Ал шалғай аудандарда, өңірлерде ше, мысалы Семей қаласына бардым, Орал қаласына бардым. Ол жақта бар ма? Жағдай қалай? Әрине, мен ауылдарды айтпаймын. Осы жақында Батыс Қазақстан облысына барып келдік. Шалғай, тым шалғай, елу-ақ үйден тұратын ауылдарды көріп келдім өз көзіммен. Сондай аймақтарда қалай? Әрине туылып жатыр. Әрине ондай балалар бар. Сол жердегі ата-ана байқай ала ма баланың бойында бір ерекшелік бар екенін? Анықтай ала ма? Уақытылы маманға жүгіне ала ма? Ол маманға ертерек жүгіну үшін не істеуіміз керек? Оны көбі ата-ана оны білмейді. қалай білу керек? Сол сигналды қайдан алады, қайдан түсінеді? Жарайды, ал білді, ары қарай ол не істейді? Яғни ата-анаға да осы жерде қолдау керек. Ата-анаға көбірек дұрыс ақпарат. Біз енді қазір әлеуметтік желіден үйреніп жатырмыз ғой бәріміз. Жаңағыдай сарапшы блогерлерден естіп аламыз да жөнелеміз. Дұрыс ақпарат керек. Бір жерде жинақталған, тексерілген ресми дұрыс ақпарат. Жол картасы, путеводитель дейді ғой, гайд. Ата-анаға көп көмек керек. Біз көбінесе бала туралы айтамыз да, ата-анасын ұмытып кетеміз. Балаға қанша көмек керек болса, қолдау, көмек, ата-анасына тура сонша мөлшерде қолдау мен көмек керек негізінде. Өйткені ата-ана көбінесе өзін-өзі тастап жібереді де, тек баламен айналысады. Жұмысынан шығады, табыс көзі азаяды. Отбасында 2 адам жұмыс істеп жүрген болса, 1 адам жұмыс істейтін болып, және де анда балаға шығындар көбейеді. Осы жерде керемет айттыңыз, миллиондар кетеді, қателеспесем. Орталықтар, мемлекеттік енді орталықтар бар, ашылып жатыр, бірақ сонда да жетпейді. Жекеменшік орталықтарда ашылып жатыр, олар өте қымбат. Ол жерде енді отбасыда бірақ ата-ана жұмыс істесе, әрине олардың табысы жетіспейді. Үйде басқа да балалар бар, оларды асырау керек. Мінекей региондардағы проблема осы ғой. Ақшаның жетіспеуі, ана баланы орталыққа апару керек. Көбісі жаңағыда үйлерін сатып Астанаға, Алматыға көшіп келеді. Не болса да осы баланы Астанада орталыққа қаратам, емдетем. Ондай сонда отбасылар бар ма? Мысалға ауылда тұрып, жаңағыда ерекше баласы үшін үлкен қалалар. Бар. Кеше ғана мен қоғамдық қабылдау өткіздім. Алдыма келді сондай ата-ана, Қызылорда қаласынан 4 балалы отбасы. Үлкен баласы мүгедектігі бар екен. Біз Қызылордадан арнайы көшіп келдік Астана қаласына. Мүмкіндіктер көбірек деп.
Енді реабилитациялық орталық бар бізде үлкен. Жеке меншік орталықтарды мында көбірек қой бәрібір де, қалада, елордасында. Бұндай да бар, әрине. Ауылдарда енді жағдай тым қиын. Жалпы мамандарды тарту үшін бізде енді белгілі ғой, көп нәрсе қаражатқа келіп тіреледі. Жалақысын көтеру керек па? Мысалы, 1 миллион, 2 миллион деген секілді. Қалай ойлайсыз? Және шетелдің тәжірибесінде қалай? Мамандардың. Енді әрине жас мамандарды, жалпы мынау инклюзия саласын былай алып қойғанда да, жалпы кез келген маманды ауылға тарту үшін әрине қаржы керек. Мысалы, мынау облыстарда, Батыс Қазақстан облысына мен барып келдім. Жас маман қаладан ауылға бару үшін арнайы бағдарлама жасалған, қаладан ауылға деген. Маман бару үшін, ол өз жаңағы аяққа тұру үшін оған 10 миллионға дейін қаржы береді екен, жақсы жалақы тағайындайды екен, баспана береді екен, шағын жер учаскесі беріледі, шағын мал беріледі, отбасыларды тарту үшін. Сондай жағдайлар қарастырылған. Әрине, адамға бірінші жағдайын жасау керек. Одан кейін барып ол маман ауылға да барады, басқа жерге де барады. Жас маман болсын, отбасылы маман болсын, әрине біріншіден жағдайын жасауымыз керек. Оның үстіне бізде енді осы саладағы, әлеуметтік саладағы мамандардың жалақысы төмен. Олардың статусында қарастыруымыз керек. Көбінесе әлеуметтік педагог, әлеуметтік көмекші деген кезде бұл жерде статусына да біраз қарап мәртебесін, бір уақытта біз мұғалімдердің мәртебесін көтердік қой. Сол сияқты әлеуметтік қызметкерлерінде мәртебесін біз көтеруіміз керек деп ойлаймын. Осы бағытта бізде депутаттар біраз қазір жұмыс жасалып жатыр. Енді алдағы уақытта осы сұрақта өзінің шешімін таба жатар деп ойлаймын. Негізі енді жаңа өзіңіз айтқандай шынымен әрі нәзік, әрі ауыр тема ғой. Ерекше балалардың. Мен осы шетелдік зерттеушілерді қарағанымда, Жапонияда ғалымдар осы ерекше балалардың жалпы емдейтін препарат ойлап тауып жатыр дегендерді, жаңалықтарды оқып қалдым шетелдік басылымдардан. Осыған қатысты ойыңыз қандай? Жалпы болашақта біз сол процеске келуіміз мүмкін бе? Ғалымдар ойлап табу мүмкін бе? Біздің ғалымдар ма? Жалпы шетелдік біздің ғалымдар болсын. Енді аутизм туралы айтатын болсақ, шын мәнінде әлем енді біршама жылдан бері аутизм дегеніміз не, ол қайдан пайда болды деген сұрақпенен күресіп жатыр, Осы сұрақпенен өмір сүріп жатырмыз біз ата-ана ретінде. Оның себептері әлі анықталмаған шын мәнінде. Міне аутизмнің себебі мынандай деген әлі жарияланым, ресми ақпарат жоқ. Әр түрлі гипотезалар бар. Шын мәнінде шетелде Америка құрама штаттарында, Европаның ғалымдары, басқа да елдің ғалымдары жан-жақты зерттеу жүргізіліп жатыр. Әр түрлі гипотезалар бар. Бірақ та анық себебі әлі де жоқ. Жалпы бізде де елімізде осы бағытта үлкен ғылыми зерттеулер жүргізуіміз керек деп ойлаймын. Ғалымдар. Бізде де ғылыми жұмыстар аз негізі осы тақырыптарда. Зерттеуіміз керек бізде. Мұны сұрап жатқан себебім, жалпы 10-15 жылын университеттерде дәрігерлікті оқыған, сабақ беретін әлеуметтік желіде дәрігер комментарий жазып қойған екен, жаңағы блогердің сөзіне қатысты. Бұл әйелдің жалпы сөзінің арасында жаны бар, бұны тек кейбіреу қабылдағысы келмейді деген. Және одан бөлек, мысалы, энергетик сусындарды көп ішетіндердің өзін жаңағы организмге әсер етіп, ол балаларды мутацияға ұшырап, жаңағыдай ерекше балалардың тууына әсер етуі мүмкін деген пікірлер жазған. Оны яғни бұл ешқандай былай жүрген адам емес, сондай дәрігерлер айтып жатыр. Осындай ойлар қоғамды шатастырмай ма? Себебі өзіңіз айтқандай ол әлі нақты ол дәлелденбеген ғой. Сосын оны қарапайым халық, қарапайым адам оған сене салуы мүмкін, мысалға деген секілді. Енді қараңыз, ғалымдардың айтқандарын оқу керек. Біз де оқимыз ғой. Ғалымдардың қазір пікірлері әртүрлі. Біреусі айтады вакцинадан дейді. Біршама ғалымдар осыдан бір жарты жыл бұрын бір зерттеулерді мен көріп қалдым. Неден? Пластиктен дейді.
яғни экологиядан. Енді бір қатар ғалымдар жалпы мынау қазір енді тамақтанудан, экологиялық өзгерістерден пайда болған адам ағзасындағы әртүрлі инфекциялардан деп те айтып жатады. Енді пікірлер әртүрлі. Жалпы экологияда біз мысалы күнде жұтатын ауаның өзі де таза емес, ауаның ластануы деп айтып жатырмыз ғой. Тамақ та әртүрлі қосындылар бар тамақтың құрамында. Оның барлығы да себеп болуы мүмкін. Және де енді меніңше себеп біреу болмауы мүмкін, бірнешеу болуы мүмкін. Осының барлығы жиналып келіп те тудыруы мүмкін ғой. Бірнеше фактор. Ғалымдар зерттеп жатыр. Ғалымдардың зерттегендерін оқу керек, соған ғана жүгіну керек. Енді біздің бұл жердегі міндетіміз жаңағы дұрыс ақпараттандыру. Бізде енді тиісті органдар бар ғой, осы ақпаратқа жауапты, мәдениетке, ақпаратқа жауапты. Осы ғалымдардың пікірлерін дұрыс күйде қоғамға, дұрыс формада, тиісті формада жеткізу керек. Уақытылы, ресми түрде, қоғамға түсінікті етіп формада. Қоғамда білім, ақпарат аз болғаннан кейін осындай шатасулар сарапшыларға, осындай кешегі біз көргендей блогерлерге, әшейін өз пікірін білдіре салған мамансымақтарға тап болады. Өйткені ресми ақпарат жоқ. Сауаттылық арттыру керек. Егер де ресми деректер көбірек болса, ақпараттандыру жұмысы жүргізіліп жатса, тиісті деңгейде, қажетті, жеткілікті деңгейде, онда біз мына блогердің айтқанда сенбес едік. Жоқ, олай емес деп. Олай емес, міне бізде анандай айтып еді ғой ғалым. Немесе бізде анау министрліктің ақпараты болып еді ғой. Міне солай деп. Ондай болмағаннан кейін блогерлердің айтқанына біз шатып тұп сене саламыз, айтқандарын екінші адамға айтамыз. Сондықтан ақпараттың маңызы өте зор. Сауатын арттыру керек, дұрыс айтасыз. Өзіңіздің жалпы осы тақырып бойынша айтылмай қалған дүниелеріңіз болса, алып қосарыңыз болса? Енді қазір мәжіліс қабырғасында енді депутат ретінде менің жұмысым бұл заңдармен жұмыс істеу. Заңнамамен жұмыс істеу. Осы бағытта біз біраз нәрсені, біраз жұмысты жоспарлап отырмыз. Өзіміздің фракцияның ішінде де бізде Республика партиясының стратегиясы бар, өзінің бағдарламасы бар. Негізі осы тақырып, инклюзия тақырыбы біздің программамызда бар. Бұнымен айналысамыз, өзіміздің жоспарымыз бар. Және де жалпы мен әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі болғаннан кейін мына заңда өте біраз жұмыстарды жоспарлап отырмыз. Қазір ерекше қажеттіліктері бар балаларды, тұлғаларды кешендік қолдау деген заң жобасы кіріп отыр. Ол үлкен заң жобасы, бірнеше кодексті, бірнеше заң басын біріктіріп отырған үлкен құжат болып кіріп отыр. Соған үлкен үміт артып отырмыз негізі. Осы уақытқа дейін біраз мамандармен, сарапшылармен жарты жылдан бері дөңгелек үстелдер, кездесулер өткізіп, біз ұсыныстарды жинадық. Енді қалай мына заң жобасы бойынша жұмыс басталады, біз сол сарапшылардан, мамандардан алған ұсыныстарды кіргізетін боламыз, ұсынатын боламыз. Менің мақсатым сол анау шығатын заң сапалы болу керек. Кешенді қолдау деп тұрма, ол шын мәнінде кешенді қолдауға мүмкіндік тудыратын ертең заңға айналса екен деп ойлаймын. Медицина жағынан, білім беру жағынан, ерте диагностика бойынша, отбасыларды қолдауға қатысты. Сондай бір қоғамымызды осы инклюзия саласында жаңа деңгейге көтеретін, жаңа деңгейге шығаратын керемет заң болса екен деген үмітім бар. Сол заңның нормаларына ерекше балалар тәрбиелеп отырған ата-аналарға қаржылық қолдауды көбейту керек деп ойламайсыз ба? Себебі осыған дейін ерекше балалар тәрбиелеп отырған ата-аналармен сұхбаттасқан кезде маған 3-4 жұмыста істеуге тура келеді. Себебі жалпы бір ғана курсты алайық, оның бағасы 200-300 мың болуы мүмкін деген секілді. Сен айына 2-3 миллион жұмсауың мүмкін. Мысалы, ерекше баланы қоғамға қалыптастыру үшін. Осыған қатысты не айтасыз? Біз мынандай ұсыныстарды айтып жатырмыз қазір. Ерекше баланың анасы немесе енді
екі ата-анасының біреуіне неге пенсияға шығу уақытын қысқарту бойынша ұсынысты енгізіп отырмыз, және жұмыс уақытын қысқарту бойынша ұсынысты қарастырып жатырмыз. Яғни 8 сағаттық жұмыс күні емес, одан қысқа қылып сәл уақыт жұмыс істеп, қалған уақытын баланы қарай алатын, баламен өткізе алатындай қылып. Мәселен, қанша сағатқа дейін қысқаруы мүмкін? Енді әртүрлі ұсыныстар айтылып жатыр ата-аналар тарапынан. 6 сағат, 4-5 сағат, оны қарастырамыз. Енді жалақысы толыққанды жұмыс күнін істегендей қылып, бірақ та уақытын қысқартып, мінекей осы ұсыныс өте орынды деп ойлаймын. Және де ол отбасыларға кәдімгідей көмектесетін нақты бір тетік деп ойлаймын да. Осыны біз мына жаңа заң жобасына кіргіземіз деп отырмыз, осы ұсынысты. Тағы да қандай мысалдар келтіре аласыз? Сол нормалар өзгеріс, мысалы халық білуі ерекше, бала тәрбиелеп отырған ата-аналар білуі керек деген секілді. Қандай ерте диагностика біріншіден кіріп отыр, одан кейін баланың ерекшеліктерін анықтайтын орталықтар. Бізде енді қазір ПМПК істеп жатыр ғой. Бірақ та ПМПК-ның негізгі функциясы бұл білім беру ерекшеліктерін анықтайды, білім беру қажеттіліктерін анықтайды. Ал мына орталықтар білім беру қажеттіліктерін, медициналық және жалпы әлеуметтік қажеттіліктерін анықтайды да, баланың жеке өзінің программасын жазып береді. Жеке траекториясын жазып береді. Үшіншіден цифрлық жаңа ортақ база, бала туралы ақпарат бір базада болады. Анда-мында жүгірудің қажеті болмайды. Бір орталыққа келеді, сол жерде ақпарат бар, сол жерде тұтас жаңағыдай өзінің жоспары құрылады, барлық мамандар отырады сол жерде. Барлық бүткіл консультациясын, тиісті көмегін барлығын сол орталықтан алып шығатын. Одан кейін үшінші нәрсе бұл лицензиялау. Бізде қазір мынау коррекциялық орталықтар ашыла береді ғой. Ол жердегі мамандар ешкім тексеріп жатқан жоқ. Жаңағы аботерапияны 2 апта оқып келеді, онлайн оқып келеді, одан кейін баламен жұмыс істей бастайды. Қаншама кейстер болды, жаңағыдай мамандар балаға зиян келтірген. Байқаусыздан, білмегендігінен зиян келтірген қаншама кейстер болды. Мінекей осындай орталықтарға мұқият қарауымыз керек. Бұл білім берумен айналысала ма, коррекциямен айналысала ма? Осы орталықтарды лицензиялау мәселесі де осы заңға кіріп отыр. Енді негізгі новеллалары осы болып табылады. Жақсы, Екатерина ханым, бізге уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге рахмет. Егер тағы да айтам деген дүниелеріңіз болса, мархабат, айтсаңыз болады. Біраз нәрсе айтып тастаған сияқты. Иә, негізі өте көп нәрсе айтылды, және бір түсінгенім, талқылап жалпы сұхбаттар болсын, өзіңіз айтқандай, негізі көп айтылу керек. Сонда шешім табады. Мысалы, жаңа айтып отырғаныңыздың өзі негізі сұмдық нәрсе ғой. Сен орталық адам, ата-ана оған сеніп, ақшасын жұмсап, емделуге барады, ол бірақ дұрыс маман жоқтығынан, басқа да минустардан керісінше әсер беру. Ол деген сұмдық. Бізде құрылыс кодексінде жаңа өзіміздің партияның фракциясы, біз осы инклюзия бағытында мынау осы әгінде екінші оқылымнан шыққан жаңа құрылыс кодексіне 50-ден астам поправка, яғни өзіміздің түзетулерімізді бердік. Енді салынатын жаңа ғимараттарда толыққанды инклюзияның талаптарына сәйкес болып салыну керек. Мінекей осы талаптар енді жаңа құрылыс кодексіне енгізілді. Бұны біздің депутаттар ұсынды, біздің депутаттарымыздың бастамасы, Республика партиясының фракциясының бастамалары болып табылады. Мінекей. Енді жалпы бұдан бөлек бұл инклюзия өте үлкен. Қоғаммен көпсеу керек, мәдениетімізді көтеруіміз керек, білімімізді арттыру керек, көбірек адамдарды ақпараттандыруымыз керек. Мінекей біздің бүгінгі мынау бағдарламамыз бұл да ақпараттандырудың бір кішкентай болса да бөлігі болып саналады. Мінекей осындай ақпараттарды көбірек таратуымыз керек. Жалпы қоғамды мейірімділікке шақыру керек. Кешеден бері орын алып жатқан қатыгездік ондай орын алмау керек деп есептеймін. Жалпы мейірімділікке, толеранттылыққа, басқа адамның жағдайына үңіліп қарап, оны түсіне білуге, басқаның қайғысын түсінуге шақыруымыз керек деп есептеймін. Сонда біз жаңа деңгейге шығамыз. Жақсы, рахмет сізге, Екатерина ханым.